Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге осындай қазақтың ұлттық тағамы талқаннан талқан мен шоколад дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бірінші кезекте осылай талқан, сгущенка, май, мед керек болады. Осылай талқанымызға 250 грамм сгущенка және де 1 шай қасық толтырып мед саламыз. Үстіне ерітілген майымызды құйып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Осылай барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң, осындай силиконды формамызға қалаған жаңғақтарыңызды мейіз қоссаңыздар болады. Мен осылай мейіз салып шықтым. Содан соң үстіне жаңағы араластырған талқанымызды салып қатырып шығатын боламыз. Осы формаға толтырып морозилькке жібереміз. Міне уже морозиліктен алдық. Осындай көлемі осындай болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Енді осының сыртынан шоколадқа батырсаңыздар болады. Ендігі кезекте талқанның өзін салып шықтым. Бұны да осылай толтырып морозилькке жібереміз. Морозилькте көп ұстаудың қажеті жоқ. Кішкене ұстасаңыздар өзі қатып шығады. Ендігі кезекте шоколадтарымызды ертеміз. Қандай шоколад қолдансаңыз да жарайды. Мен бұл жерде Калибот шоколадын қолдандым. Кондитерский дүкендерден таба аласыздар. Шоколадымызды осындай мешокқа салып, ыстық суға ертіп аламыз. Міне осылай жақсылап ертіп болғаннан соң формамызға жарты етіп шоколадтарымызды құйып шығамыз.
міне жаңағыдегі формадан шыққан талқанымызды осылай үстінен басып жіберсеңіздер толық шоколад барлық шетіне жағылатын болады. Осылай шоколадымызды құйып, талқанымызды салып болғаннан соң және морозильникке қойып қоямыз. Шоколадымыз қатып шықса, формасы жылтырап әдемі болып шығады. Сол себепті морозильникте қатырып аласыздар. Міне морозильниктен уже алдық, осылай болып шықты. Міндетті түрде сіздерде осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмінде енді сөз жоқ, ерекше дәмді. Осылай формаға салып, коробкада немесе пакетикке салып, холодильникке салып қойсаңыздар, 1-1,5 ай тұра береді. Сатылымға шығарсаңыздар да болады, немесе үй жағдайында өздеріңізге ауызашарға дайындасаңыздар да болады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне арасы осылай болып шығады. Енді дәмінде сөз жоқ. Осымен жент шоколадеміз дайын. Ас болсын.